Шит жинау. Мынау бізде ең жеңіл және қарапайым шит жинау үйдегі. Мынау бізге келіп тұрған ВВГ 10-3 деген үйге келіп тұрады. Негізгі кабель болып. Ол мына бірінші автоматымызға негізгі автомат деп аталады. Оны осыған келіп қосылады үстінен. Міне осылай тұрған кезде мына жерде кернеу бар бізде. Біз мынаны көтергенде мына жаңағы кернеу автомат арқылы өтеді. Мына жерде пайдаланады астында. Және мынау кабель арқылы былай үстіне береміз де мына автоматқа береміз. Және бұл автоматтан былай перемычкамен деп аталады. Міне мынандай расческа деп аталады. Міне осындай арқылы, міне мынандай жоғарыда қойылған. Міне осы жерде пайда болды кернеу. Осыдан арқылы былай секіріп, міне үстіңгі бәрінде бізде кернеу пайда болады. Міне мына автоматтың астынан сөндірген кезінде үстінде ғана бар бізде. Негізгі автомат. Қосқан кезінде міне астына пайда болады. Мынау кабель ВВГ 10. ВВГ 10-дық. Осы арқылы жібереміз. Үстіндегімен бірдей. Міне осылай келді да. Мынаған қосылды. Бізде үстінде кернеу пайда болады. Міне мынаны қосқан кезінде мынау 32 амперлік автомат бізде плитаға жаңағы пайдаланады. Кабелі бұған ВВГ 6-3 деп айтылады. Пайдаланатын кабель. Келесі 16 амперлік автомат. Бұлардың кабелі ВВГ 2,5-3 деп аталатын кабель пайдаланады. 16 амперлік қорғанысы. Келесі 10-дық. Ол бізге жарық шамдарға пайдаланады. Кабелі ВВГ 1,5-3 деп аталады. Міне 10 ампер. Бұл автоматтардың бәрін арнайы не бар, таблица бар, көрсетілген. Сол арқылы таңдаймыз. Кабельді де сол арқылы таңдаймыз. Міне осылай жиналады. Міне неге амперді түсіндірейін. Мысалы біз қосқанда 1 киловаттымыз, біз түсінікті ғой, киловаттпен 4,5 ампер болып есептеледі. Мысалы, мынаған 2 киловатт қосуға шамамен. Мынаған 3 киловатт қосаламыз шамамен. Өйткені 1 киловатт 4,5 ампер болып есептеледі. Мынау ампер деген ол тоқ күші. Міне 16 ампер. Бұған шамамен 3 киловатт қосаламыз. 4,5-нан есептегенде 3,5 ба сондай шығады. Мынаған 7-ден асады. 32 амперге. Бұл автоматтар бізде екі түрлі қорғайды. Біреу қысқа тұйықталу, жаңағы кабельді. Екіншісі нагрузка. Міне 10 амперден асып кетсе тоғы мына жерден пайдаланып жатқан. Кабель жанбас үшін автоматтанады. Не қысқа тұйықталу? Қысқа тұйықталу дегеніміз ол фазамен 0,2 бір-біріне тиіп кетсе, тоже өрт шығуы мүмкін. Содан қорғайды. Астынан міне мынау ақ не қоңыр түсті автоматтар жиналады. Ол фазный деп аталады. Міне көк түсті. Үстінен келген көк тура кетеді мына жаққа. Міне шина деп аталады. 0-дің шинасына жиналады. Көктерін бәрін бірге жинаймыз. Міне тоже мына үстіндегі заземление сары түсті, жасыл түсті көбінесе келеді. Міне бөлек жиналады. Бөлек. Міне астынан келген сары түсті, жасыл түсті, тоже заземление бәрі бірге жиналған. Міне бөлек жиналады.